есі жоқ тозған болса, ел жетіп, жақшы басшы аман болса. Әне баба. Жақсы. Өмірім өзгенікі, өзімнікі өлім ғана. Қазыбек би. Жақсы. Әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені, ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткені. Сырым тату. Жақсы. Су анасы бұлақтан, бір анасы ұяттан, жол анасы тұяқтан, сырым тату. Жақсы. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат. Мейірімді апан қымбат, аймалайтын анан қымбат. Қазыбек би. Азамат жетім болмайды, халықтан болса панасы. Халық жетім болмайды, басшы болса данасы. Салам тату. Дау мұраты біту, сауда мұраты ұту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету, сырым тату. Жақсы. Арқан қаранардай жауыр болсын, мінезің қара жердей ауыр болсын. Өкпең жоқ бауыр болсын, үйіңнің сыртынан дүбір кетпесін, құлағыңнан сыбыр кетпесін. Сырым татулы. Жарайсың. Табалдырықтан биік тау жоқ, жаман ағайдан асқан жау жоқ. Сырым татулы. Жақсы. Ат шапысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады. Сырым татулы. Жақсы. Естіге айтқан тура сөз, шыңға тіккен тумен тең. Есерге айтқан тура сөз, құмға сіңген сумен тең. Майқабет. Жақсы. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, төле би. Жақсы. Мен ағайын екеуін біреуі халқым екінші сөйлем сырым тату. Жақсы. Туған биде туған жоқ. Төле би. Жақсы. Бір аяқ сосын екі кісінің құны. Су табылмаса шөлдеген өледі, ұяттан тауып бермеген өледі. Жақсы. Бірлігі кеткен ер жаман, егесі өткен ер жаман. Қазыбек би. Жақсы. Оқушылар енді осы билерді ретімен айтып, топқа бөліп алайық. Ұлы жүз Төле би. Орта жүз Қазыбек би. Кіші жүз Әйтеке би. Ұлы жүз Төле би. Орта жүз Қазыбек би, кіші жүз Әйтеке би. Ұлы жүз төле би. Орта жүз Қазыбек би. Кіші жүз Әйтеке би. Ұлы жүз төле би. Орта жүз Қазыбек би. Кіші жүз Әйтеке би. Ұлы жүз Төле би. Орта жүз Қазыбек би. Кіші жүз Әйтеке би. Ұлы жүз Төле би. Жақсы. Ұлы жүз Төле би ауылы ортадағы қатарға отырамыз. Келе қойыңдар. Орта жүз Қазыбек би ауылы бірінші қатарға жайғасыңдар. Кіші жүз Әйтеке би ауылы үшінші қатарға жайғасамыз. Ұлы жүз Төле би ауылы орта жүз Қазыбек би ауылы кіші жүз Әйтеке би ауылы. Енді балалар ортамыздан биді сайлап алайық. Насоптан кім сайлады? Азамат. Қамшыны саған ұсынамын. Насоптан кім сайлады? Даниял. Насоптан? Жапар. Отыра қой. Енді балалар бұл қамшыны сендер тапсырмаларды орындап біткен уақытта біз дайынбыз деген белгі ретінде көтересіңдер. Және сендерді мен асықтар арқылы бағалайтын боламын, иә? Іске сәт сабағымызды бастайық. Біз өткен тақырыптар бойынша қаңқалақай әдісі бойынша, ойыны бойынша сендерден сұраймын. Әйтеке би ауылы қаңқалақай әдісі бойынша өткен тақырыптарға сұрақтар. Ортаға жиналайық. Сұрақтар алып ба? Дайынбыз ба? Әйтеке би ауылы дайынбыз дейді. Кім жауап береді? Қандай сұрақ келді? Әйтеке би қай жерде жерленген? Қай жерде? Туған жерде жерленген. Яғни Өзбекстандағы Қаз билі тауының етегінде жерленген. Жақсы. Саған бір ұпай. Мына шетке жинай берейік. Ал келесі сұрақ кімге түсті? Әйтеке бидің жастықшағы туралы не білесіздер? Әйтеке би ақша атасынан ел басқару елшілік байланыстар жолын үйренсе, жалаңтөс атасынан көптеген әскери қолданушылықты үйренген. Жақсы. Жарайсың. Ал Әйтеке би қашан қай жерде дүниеге келген? Әйтеке би 1644 жылы Өзбекстандағы Қазбек тауының етегінде дүниеге келген. жақсы. Жарайсың аяла. Ал орта жүз Қазыбек би ауылынан дайынбыз дейді. Қандай сұрақ келді? Қазыбек бидің шешендік өнерге жақын болып өсуіне кімнің ықпалы тиді? Қазыбек бидің шешен болып өсуіне оның анасының ықпалы тиді. Жақсы. Жарайсың. Ал келесі сұрақ кімге? Қазыбек би қайда дүниеге келген? Сыр бойында Қазыбек би қашан дүние салды және қай жерде дүниеге келген? Сыр бойында дүниеге келген және Семізбұғы тауында жерленген. Жақсы. Жарайсыздар оқушылар. Ал Ұлы жүз Төле би ауылы дайынбыз дейді. Айта ғой. Төле бидің қазақ қоғамында рөлі қандай болды? Ол мемлекеттік іске араласқан. Жақсы. Тағы толықтырамыз ба? Жарайды, ары қарай. Төле би қашан қай жерде дүниеге келген? Төле би
1663 жылы Жамбыл облысы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Жақсы. Ары қарай. Төле би қай жерде жерленген? Өзбекстанда, Ташкент қаласында. Жақсы. Жарайсың. Мына бағана тапсырмалар берді. Ал енді балалар, қазір біз 3 ауылға бөліндік, иә? Сіздер Төле бидің даналық сөздерінен, сіздер Қазыбек бидің даналық сөздерінен білеміз ба? Дайын топтар бар ма? Ал айтамыз. Айта ғой. Атадан жақсы ұл туса, елінің туы болады. Атадан жаман ұл туса, көшінің соңы болады. Жақсы. Бар ма тағы да? Ал айтамыз. Бай болса халқыңа пайдаң тисін, батыр болып жауға найза тисін. Бай болып халқыңа пайдаң тимесін, батыр болып жауға найза тимесін. Елін көріп, Жақсы. Жарайсың азамат, жақсы. Айта ғой Назым. Елден айырған ел бақытсыз, жерден айырған ел бақытсыз. Жақсы. Айтеке бидің даналық сөздер екен. Келесі топ. Ал Қазыбек би ауылының. Біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найза үстіне үкі таққан елміз. Ешбір дұшпанға басындырмаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз. Достықты сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Жақсы. Жарайсың. Келесі. Ал Жапар. қазақ қалмақ баласы табыс қалып келгенбіз. Табыс суға келмесек, табыс қалып келгенбіз. Сен арыстан болсаң, мен қабылан, алыс қалып келгенбіз. Жаңа үйретке жас тұлпар, жарыс қалып келгенбіз. Тұтқыр сары жеріндей, жабыс қалып келгенбіз. Берсең жөндеп бітіріңді айт, бермесең дірілдеме жөніңді айт. Жарайсың. Тұрсайдың жеріңді айт. Жарайсың. Ары қарай. Мерей айтамыз. Өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа адал бол, досыңа қатал бол, досыңа қатал бол. Жақсы. Жарайсың. Ал Даниял. Ақтақ деп балалар, ой игі жақсы ағалар. Өзегі талған, өзегі талса ел біткен, өзен бойын жағалар. Қой асығы демеңдер, қолайыңа жақсы сақа қой. Жасы кіші демеңдер, ақыл ас саға қой. Жақсы. Жақсы. Жарайсыңдар. Енді балалар, сендерге сұрақ қояйын. Бұхар жау қай ханның тұсында өмір сүрген? Абылай хан. Және қай ханның кеңесшісі болған? Абылай хан. Балалар, осы сұрақтар арқылы бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбын ашып отырмыз. Бұхар жаудың әй Абылай толғауын бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы етіп алдық. Балалар, үйге не бердім? Бұхар жаудың өлеңін даттау. Қазір біз шын жыр әдісімен, шын жырды үзіп алмай, осы тілек толғауын жаттап берген оқушыларды бағалап тексерейін, иә? Бірінші аяла бірінші тілек. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз ең шұғыл пасық залымның тіліне ері базбасқа. Үшінші тілек. Үшінші тілек тілеңіз үшкірсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек. Бесінші тілек тілеңіз бес уақытты бес намаз біреу қаза қалмасқа. Алтыншы тілек. Алтыншы тілек тілегіңіз алпыс басты ағындар ардақтарым. Жетінші кімде? Алтыншы тілек. Алтыншы тілек тілеңіз алпыс басты ағында ардақтаған аяулым күнде ертең біреуге күйеуінің күйен болжатыңыз. Жетінші тілек. Жетті деген күн келіп, жер қайысқан қол келіп, сынан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз. Сегізінші тілек тілегіңіз сегіз қиын шартырып, жер тұлғаны тұрмасқа. Жақсы. Тоғызыншы тілек. Тоғызыншы тілек тілеңіз, төлеңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарттабан топқа жаяу бармасқа. Оныншы тілек тілеңіз. Зияда, оныншы тілек тілеңіз. Тілек тілеңіз оңай сенде көтерген, аязды күнде толған, айналып, бұлтты күнде толғанып, тар құсағын киінген, тас емшегін жібіткен. Бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек. 11-ші тілек тілеңіз он бармағы қыналы, омырауы жұпарлы, исі жұпар аңқыған, даусы құдай саңқыған, назым менен күлдірген, құлқы менен сүйдірген, ардақтап жүрген кешім зайда жетіп қалмасқа. Жақсы, жарайсыңдар. Аяра. Яна. Енді балалар. Яна.
тапсырмалар орындаймыз. Алдымен назарыңызды тақтаға аударайық. Оқушылар жаңа тақырыпқа байланысты видеоны тамашалап алайық. Бұқар жыраудың «Әй, Абылай, Абылай» өлеңі тарихи құнды дерек. Себебі өлеңнен Абылай ханның өмірі жайлы көп мәлімет алуға болады. Абылайдың азан шақырып қойған аты Әбілмансұр. Үргеніштегі қырғыннан кейін Ораз аталып, Әбілмансұрды Түркістанға Төле биге
болғанын және 25 жасында ел басқарып жұлдызды руынан туған және бұл оқиғалар 1771 жылы болады. Абылай ханды бүкіл 300-дің билері сайлаған. Хан етіп сайлаған екен. Жақсы, ары қарай. Ал Диана. 11 жасында сабалақ атанған едің, түйе баққан көредің. 25-ге келгенде бақыт келді басыңа. 50-ге келгенде 3 бидің басын қосқан. Би болды, жақсы. Ал Назым, толғауда Абылайдың балалық шағынан хан болғанға дейінгі оқиғалар бейнеленген. Жақсы, өмірі, ермі. Жақсы. Тағы кім? Ал Динара. Бұл толғауда Абылай Әділмәмбет патшаның қызметшісі болған. Және де Үйсін Төле бидің түйесін баққан құл болған. Жақсы. Енді отыр Абылайдың сабақ деген атпен жүргенін және де ол жауға шыққан кезде Абылай деп жар салып айқайлағаннан кейін оның аты Абылай деп аталып халыққа сөйтіп танылды. Жақсы. Ал Даниял. 25-ге келгенде басына бақ болған, 50 жасқа келгенде 300-дің басы қосқан, және 35-ге келгенде жақсы шағын деймін. Жақсы. Барлығы. Жарайсың, ал Жәнеле. 50 жасқа келгенде сабалақ деген атпен жүреді. 12 жасқа келгенде ел ісіңе араластың. 25 жасқа келгенде бақ қонды басыңа. 50 жасқа келгенде 3 бидің басын қосқан. Жақсы. Жақсы, жарайсың. Айта ғой Диана. Атыңды білмес құлайдың, 25-ге келген соң бақ келді басыңа. Сабалақ деген атпен жүредің, 15 жасында түйе баққан құл едің. Және де жеңбеген жауы қалмаған. Жақсы. Жарайсыңдар. Бар ма тағы кімде бар? Жәнеле. Абылай бала кезінде сабалақ деген атпен жүрген. Әбілмәмбет патшаның түйесін баққан құл еді. 25-ге келгенде басына бақ қонып қанатанды. 50 жасқа келгенде 300-дің биін басқарған. Жақсы. 300-дің басын қосқан, иә? Бұл жауда Бұқар Абылайды сипаттаған. Ол жас кезінен бастап Тұрымтайдай ұл еді. Түркістанда жүрген, Әбілмәмбет патшаға қызмет еткен. Жақсы. Енді балалар берілген ақпараттарды пайдалана отырып, қазір біз топпен жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыста кіші жүз әйтеке би тобы сіздер Бұхар жырау мен Абылай ханның үлестігін және осы Абылай толғауының тарихи құндылығын жазамыз. Топтарға. Ұлы жүз төлебеұлы, сіздер Абылай ханның осы толғаудағы бейнесі ашып көрсетеміз және алған ақпараттарды пайдаланамыз. Тұншылар әдісімен орта жүз Қазбекұлы, сіздер осы тектес, осы мазмұнда басқа шығармалармен салыстырамыз. Әй Абылай, көшпенділер фильмі және Айтбаевтың мына портрет берілген осы бейнені салыстырамыз. Ортаға қоямыз. Айқынға 5 минут уақыт берейін. Болған
Сендер басқа топтар болғанша отыра тұрамыз, иә? Басқа топтар бізді тыңдау керек. Жақсы дайын болсаңдар отыра қойыңдар. Қазір үшінші әйгеге бүйтіп отырыңыздар. Қорғауға дайын болыңыздар. Сендер не істеңдер? Бер. Ясно. Болды ма балдар? Уақыт аяқталды. Берілген уақыт жұмысты аяқтаймыз. Дайынбыз, иә? Қамшын көтеріп алып, бір автобусқа. Жарайсыздар. Бірінші біз Волжпен Ұлы Жүз Төле би тобы дайын екенін көрсетті бағана, отыра қойыңдар. Бәріміз тамашалайық, жұмыстарын және бағалаймыз. Басқарма әдісі арқылы. Я ортаға шығамыз. Сөйтке тұра ғой. Біз Абылай ханның бейнесін құшақ әдісі арқылы бейнеледік. Жақсы. Абылай хан 1711 жылы дүниеге келіп, 1781 жылы дүниеден озды. 7 жасында 300-дің басын қосқан. Абылай хан түркістанда туылған. Жақсы. Әбілмәмбет патшаға қызмет еткен. Және де Түркістан Төле бидің қолында өскен. Төле би оны Түркістанға алып кеткен. Жақсы. 300-дің басын қосқан 7 жасында. Жақсы. Аңырақай шайқасына қатысқан. Түркістанда туылған. Абылай ханның шын аты Әбілмансұр, бірақ соғысқа Абылай деп шапқандықтан жұрт оны Абылай деп атап кеткен. Шын есімі Әбіл Мансұр. Мансұр екен. Бітті ме? Бағалар, оқушылар, басқарма әдіс бойынша түсіндік қой, иә? Жарайсыздар. Отыра қойыңдар. Қасада қала берсін Сәлима. Ал келесі топ Болыс дегенде ортақ Қазбек би алды. Болды. Енді бір-бірді екінші топ. Ал сіздер жаңа қоя қойыңдар ортаға. Ал сіздер не қорғайсыздар? Бәріміз тыңдап отырайық, иә? Алтын сөйледі. Кісі болып қалды. Біз Бұхар жырау Ай Абылай толғауының және көшпенділер фильмі және де Мәжит Айтбаевтың Абылай хан портретін пентаграммасы арқылы салыстырдық. Ең бірінші Бұхар жырау Ай Абылай толғауы. Жақсы. Абылайдың жанынан қанды батыр, ер жүрек бейнесін көреміз. Абылай 11 ана жасында әшейін ақ ұл елін жебеген жауын қанбады. Ел ішінде ел басқару үшін ісінде терең ақыл-ой Есі болған, иә? Жақсы. Шын есімі Әбілмансұр. 25-ке келгенде бақыт қонды басына. Алтын тақтың үстінде 3 жылдың басын құрады. Ұлы жүзді басқарған және де өр мінезді. Жақсы. Көшпенділер фильмі. Көшпенділер фильмінде Абылайдың бала кезінен хан болған кезіне дейінгі өмірі баяндалған. Көшпенділер фильмінде Абылай ханның батырлығы мен ақылдылығы көрсетілген. Жақсы. Мәжит Айтбаевтың Абылай ханның портреті. Абылай хан бұл портреттен Мәжит Айтбаев Шоқан Уәлихановқа қарап, оның бейнесіне салған. Жақсы. Және де Абылай ханның осы портреті жоқ болғандықтан Мәжит Айтбаев оны өз қиялымен салған және де Шоқан Уәлихановтың портретіне сүйене отырып. Бұл портрет ең алғаш Германияда Түркістан газетінде жарияланған. Жақсы. Неге Шоқан Уәлихановтың суретіне қарап салды екен? Себебі Шоқан Уәлиханов оның шөбересі және де көптің әңгіме бойынша Абылай ханға Шоқан Уәлихан қатты ұқсаған. Иә. Және сол Абылай ханның ұрпағы, иә? Жақсы. Бағалайық. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал кіші жүз әйгеге би алды, дайынбыз деп. Үшінші топ
бұқар жыраудың бүкіл өмірі бір мақсатта бағытталады. иә Абылай хан мен Бұқар жырау ел қамын халық тағдырына қатысты істе екеуі ақылдасып шешім қабылдаған. жақсы Абылай хан ең далада еркін өскен қазақ халқын аман сақтап қалды. және ол жыраудағы тарихи құндылық жырау тұлғаларында халықтың болашағын жарқын етіп халық арасындағы бейбітшілікті сақтау жайлы құнды деректер айтылған. Жырларда үгіт насихаттық, үлгі-өнегелік сипат басым болып келеді. Жыр арқылы ұрпақтарға тамаша рухани адамгершілік қасиетті бойына сіңіруге болады. жақсы жарайсыңдар отыра қойыңдар бағалайық оқушылар көппен бағалайық жарайсыңдар иә енді осы тапсырмада бағалайтын оқушылар билер өздерінің топтарындағы оқушыларға беріңіз жақсы жарайсыздар енді балалар келесі тапсырма осы тақырыптарда жеке жұмыс орындаймыз
басын Абылай ханға арнаған Және бұл жерде мен Бұхар-жырау мен Абылай ханның бір заманда өмір сүргені туралы білдім. Олар туралы тың ақпараттармен таныстым. Жақсы. Айтарым бар. Абылай ханнан 3 бидің басын қосқанын білдім. Жарайсың. Ал Мери Жапар айта ғой. Мен бұл ақпаратта Абылай ханның 25 жасында хан атаның басына бақ тоғынғанын білдім. Абылай ханның 15 жасында құл болғаны және түйе бағқан туралы білдім. Ядан тыңдай. Абылай ханның жеңбеген жауы болмаған. Өте батыр болған, иә. Ал Данияр 12 жасында елдің ісіне араласқан. жақсы. Қоғам қайраткері болған, иә. Ал айта ғой. Абылай хан болса да осы Бұхар-жырауға құлақ асқан. Жақсы, хан болса да, иә. Айта ғой бұны. Абылай хан Әбілмәмбет патшаның қызметшісі болған. Және Жақсы, Данияр айта ғой. Абылай хан Шоқан Уәлихановтың екеуі жақын екенін және Айтбановтың оның суретін салғанын білдім. Және Абылай хан 25 жасында хандыққа отырған білдім. Жарайсыңдар. Жақсы. Ал Азамат айта ғой. 20 жасында 3 бидің басын қосып Төлебиге Абылай хан Төлебидің қолына түскенде Төлеби оны сабалап махаббат қойған. Жақсы. Жарайсыңдар. Ал Жәнеле қалды. Абылай ханның шынында әбілмәмбет болған. Жақсы. Жарайсыңдар. Саған бермеді ме? Ал енді балалар, бағалап өтейік. Бүгінгі алған тапсырмалар бойынша жинаған бағалап өтсем. Азаматқа 7, Нұртілекке 7, Күнге Назымға 10, 7, 8, Сабина 8, бір дейма екеуі 9, Жәнеле 9, 7, 7, 8, 8, 8, 8 дедім бе саған? Күнге 7, 7, Мери 7. Ал енді балалар сабақтың кері байланысты тақтаға тобыңызға таратып жіберіп, или таратып жіберіңіздер, иә, топтарыңызға. Жетеді ме? Жетпесе айтасың, Данияр. Тобыңа таратып жібер. Кері байланысты сабаққа келеміз. Және балалар, кері байланысты бойынша мынау тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, мына қосылға фикірдің рет боламыз. Өте жақсы түсінді, мен үшін тың ақпарат болды, қызықты ақпарат болды деген жоқ. Мына қосылға мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, мынаған етін боласыңдар. Балдар, сабағымда қорытындылай келе, сабақтан соң жапсырып шығамыз қоңырауда. Сабағымда қорытындылай келе, біз билердің өмірімен және хандардың, жыраулардың өмірімен, шығармашылығымен таныса келіп, мен сендерге де өмірде би болыңдар дегім келеді. Би болмасаңдар да би болатын үй